Ажыраттарыңыз қабыл болсын. Енді келіп қалдық бүгін. Бүгін нешесі? Бүгін 19 тамыздың. 19. Енді 2020 жыл. Енді ағасыз келдік. Жағдай сондай болып жатыр. Соған кім не дейді? Талғат сізден бастайық. Ал енді кішкене. Айтқанда мынау ассалаумағалейкум әлемет қауым. Бізде мұнда Алланың разылығы үшін бүкіл жерден жан-жақтан жиналып зиярат етіп келген жайымыз бар. Бірақ енді мұнда зиярат етіп келгенімізде әкімшіліктен дейді, тыйым салынған дейді. Бүгін кезінде уақытында негізі бүкіл әулиелердің керемет нелердің сынықтары ғой бұл кісілер деген. Алла Тағала пайғамбарымыздың замандасы, пайғамбарымыздың жанында өзінде көрген, замандыларында көрген сондай керемет кісі. Қожа Ахмет Яссауи бабамызға да аманат жеткізген бұл кісі. Бұл бүкіл әлемге паш болған кісілер ғой, бұл әулиелер. Бірақ осы әулиелердің басында керемет адамдар деген, адамдарды керек десеңіздер, кезінде ауырған малдарын осы төңіректегі адамдар да біледі. Ауырған малдарын да алып келеді екен. Ана керемет бәйге шабат, сәйгүлік керемет мәртебелерін алып келіп, осында Алла Тағаланың тілдегі жазылып ем шипа болады екен да. Ол бұл жерде ол Арыстан басына келіп, осыдан шипа болып кетті деген нәрсе емес. Бұл деген әулие мына Арыстан бабаның Аллаға жоққан баптың бабы Арыстан бабамыздың құрметтілігі. Осы шипа алып кетіп отырған адамдар бар ма мұнда? Өткенде мен айттым, бір жігіт пәліш болып 1,5 жыл үйінде жатқан. Апармаған жері болмаған. Осы жерге келді, сағат 10-11-дің кезінде келді. Шералы деген жігіт келді, сол себеп бір келді. Түстен кейін сағат 7-лерде өзі машинадан нәсілгімен түсіп жүрген бала, түстен кейін машинадан өзі балдақпен үйге кірді ғой. Енді бұл шипа беретін жер ғой, шипа. Қазір ол карантинға жауып тұр, сол дұрыс па? Оны білмеймін ғой, карантинді өкіметтің тірлігі ғой, оны білмейміз оны. Өкіметтің тірлігі ғой. Қазіргі осы уақытта келіп өз жерден шипа алмай ма адамдар? Жауып қоймай. Алла енді өзі шипа берем десе кез келген жерден береді ғой, мына жерден де береді, ана жақтан да береді. Алла тек ниетіне байланысты деп ойлаймын онда. Жауып тастағасын бір түрлі болып қаласың енді. Енді оны жалпы өкімет тапсырма, жоғарыдан тапсырма ғой, бұл жерде адам ешқай кінәсі жоқ. Әрине. Жоғарыдан тапсырма береді, жап дейді, жапты, аш дейді, ашады енді. Ол бұл жерде адам ешкім кінәсі жоқ. Ол енді бір Алла шипасын берсін. Сіздің ниеттеріңізде Алла шипа берсін, ниеттеріңіз қабыл етсін. Амин. Енді Алла қай жерде болса да өзі дәріметін береді ғой, кез келген жерден. Тек ниеттеріңіз тура болса болды. Мұнда қанша уақыт болды күзетші болып жүргеніңізге? Қазір осы бір 20 күннен кейін жыл болады. Қандай хикметтер болып жатыр осы басында? Бір көрген бұлда бір мәрте осы өткенде келгенде кешке шам намазына барған осы жерге. Барайын деп жатқанда алдымнан бір жылан шықты. Құйрығында осындай аттың қыл бар. Құйрығында осындай осы 4 елдей. Құйрығын көрдім, басын көре алмай қалдым. Сосын айттым, Алла, Қазір баба болсаң батаңды бер, ата бабаның, Арыстан бабаның рухы болсаң қасиетіңді бер деп бетін сипадым да намазымды оқып кеттім. Бұл аяғыда осы қайсындегі 91 жылдары ма жылан қаптап кетті бір кешке түнде. Құптан намазың кезінде барсақ, сан жоқ жылан. Оның бәрі қая кеткенін біз білмей қалдық кейін. Бір сағат алдында кіре алмай тұрды, қаураланды. Бұл кезде әкшемнің шырақ сол істейтін. Мен сол кезде келген адамдарға көрпеше тасимыз сөйгішке, жатады мына мешіт қанасында, шықтайды масақана қылып беретіндігіміз, сондай істейтіндігім. Сол кезде бір күн жұма намазы түнде салып құптан намазында бәрі оқитын күнде жаңағыдай құбылыс пайда болды. Жылан, іресі бар, майдасы бар, біреуді уалға өрмелеп кетіп барады. Оның бәрін қaya кеткенін білмейміз, жоқ кетті бір сағаттың көлемінде. Енді бабаның жанында мешіт жаққа кірейін деп барасақ, мынандай ұзын осы 1,5 метрде келетін білегімде жуан жылан табалдырыққа басын қойып отыр екеуі. Біреу мына жақта, біреу баба жақта. Көрдіңіз өзіңіз? Көрдік. Үстіне адамдар аттап өтіп отыр. Өтіп кетіп отыр. Зиян жоқ. Ол біраз деген біреу бабаның ішіне кірді, біреу кітапханасына кіріп кетті да, ғайып болды. Ол мен көрген құбылысым осы өмірімде көргенім. Осы жерде өсіп туып өскенбіз, осы жерде жүргенбіз. Бала күнде талай ол кезде мұндай қарауыл жоқ. Төбесінше ойнағанбыз. Кішкентай балаларымыз 3-те оқитын кездерімізде. Бір-екі сөз ашып жіберсеңіз. Сәлеметсіз ба? Қазір Арыстан бабаның кесенесінің алдында тұрмыз. Арыстан баба мен тікелей маған хабар жеткізіп жатыр. Сондағы бүкіл жер жүзі бойынша ешбір ғасырда, ешбір өмірде осы кезге дейін ешбір жерде, ешбір неде
хандықта болсын, мемлекетте болсын, былай ешқашан темірмен қоршап ана халық кірмесін деп әулиелерді былай жауып қоймаған екен. Арыстан баба соны айтып, ренішін айтып жатыр. Бұл деген Құдайға қарсылық, және ешбір хан не патша былай әулиені былай қоршап жауып тастамаған екен. Неге? Әулиеден қорыққан екен, әулиенің назынан. Себебі ол әулие Құдайдың сүйікті құлы. Құдайдың сүйікті құлын былай шынжылап тастап келген халықтың басы иіп тәубесіне таянған халықтың мұң-мұқтажын осы жерде қабыл етуі бұл әулиелерге де байланысты екен. Мысалға, бір Құдайдың қаһарына ұрынған адам тәубе етіп қанша намаз оқыса да тәубесі қабыл болмай, осы жерге келіп 2 ракат намазын оқып, Аллаға осы әулиеміздің, Арыстан бабамыздың несіне, құрметіне мені кешірші деп тілеген кезде, сол сүйікті құлымның құрметіне мен кешірдім, саған иман бердім деп, сондай үлкен бір жақсылық алған екен, өте көп адам. Мынандай қылып жауып тастағаны, тірі адам былай тұрсын, әулиелердің өздері реніш жатыр. Демек, билік, өкімет Құдайдан қорықпайды, әулиенің назынан қалу қорықпайды. Ертеңгі күннен үміті жоқ деген сөз. Осы бабамыздың құрметіне бүкіл халық болып, ел болып, жұрт болып, кезінде қанша жағдайлар болғанда, жұрт жағдайларда да жер бетін бәрін қар басып, су басып жатқанда да осы керемет мынау басшы болған, елімізге керемет басшы болған Дінмұхаммед Қонаев ағамыздың өзі айтқан екен да, Арыстан баб аман ба деп. Басқа одан кейін барып ел жұрт аман болған екен да. Өйткені осы төңіректің әулиелері аман болса, осы әулиелердің желіп жүрген пайғамбарымыздың замандасы болған әулиелердің құрметіне ел жұрттың жағдайы жаман болмау мүмкін емес, жақсы болмау мүмкін емес. Сол үшін де мынау біле алмадық енді. Мұнда келдік, іште енді ешқандай киімде несіне сәйкес келмейтін адамдар, әйел кісілерді бар, барлығы бар, шалбар, көтендер, бұртан кет, шыны керек, қанша бір небір кісілер ішінде қызмет жасап жүрді. Оның қасында қарағанда, мына жамағат болып нетіп келген, зиярат келген зияратшылар, әрқайсыларының керемет киімі де бәріне сай, сөзі ісіне сай болып келген кісілерді ішіге кіруге рұқсат жоқ та. Бұл енді әкімшіліктің білмейміз ғой, қаншалықты қандай не екен. Қазіргі уақыттың мынау енді жағдайын көрсетеді. Жағдайдың не болып тұрғаны ғой, адамдардың мынау қазіргі рухани жағынан әлсіреп, өздерінің саналарының төмендеп болып түсіп кеткендігі ғой. Енді бұл жерде негізі анау Алла тағала алатын болса, бәрімізді жанымызды алып қояды ғой. Ол Алла бізден сұрамайды ғой, бетіңде шүберегің бар ма, шүберегің жоқ па деп бізден сұрамайды ғой. Көрдіңіз бе, бізде ана бір бетке не таңылып, осылай болып таңылып қалдық та қазір. Мынау және тағы айтатын, мұнда негізі бүкіл ел жұрт барлықтарды ем шипа тілеп, осы келімізге осындай жағдай індет болып, осындай қиындық Алла тағаланың пәрменіне түсіп, осындай қиын жағдай болып отқан жағдайда бүкіл халқымыз осындайға біз зиярат қылып, бойларына шипа тілеудің орнына бұл жерде көрдіңіз, халықты кіргізбей, халық дегенде Алланың бір есімі ғой, халықты кіргізбей осындай бір тыйым салып тұрды. Енді көрдіңіз, бір жағынан осы мынау қазір мынау өзіміздің Тоқберген ағамыз ата жолының бірін бетке ұстап осылай бастаған кісі кезінде қанша әулиелердің аманаты артылып, талай аққу сұңқарларымыз дүниелік тұрғыда сынып қалып жағдайлары, сондай жағдайларға түсіп, Алла әруақтың жаңағы сынына түсіп, сөйтіп қаншасы зор баланға кеткен жағдайларда, енді қазір мынау сол сияқты мынау Тоқберген ағамызды да бүгін осы мынау Астана өңірінде тергеуге алып, осындай жағдайлар болып жатыр. Одағы сондағысы бүкіл халықты біліп отыр, көріп отыр. Сондағысы біздің халқымыз, мен түсінбейтінімізді, біздің өкімет басындағы, ел басында, дін басындағы кісілердің неге өзіміздің салт дәстүріміз, әдет ғұрпымызды көтермеске де, бірақ сол көтерген діни алауыздық тудырды деп жатыр. Діни алауыздық тудырды дейді. Бұл жерде қайдағы діни алауыздық? Әрбір ел, әрбір бүкіл бұрынғы өткен ғалымдарда, билерде, ақындарда бәрі жыраулар бәрі айтып кеткен. Бірінші, әрбір адамға анасының ақсытымен дарып, елінің салтының, дәстүрінің, әдет ғұрыптарының анасымен дарыған нәрсетті дарып алмай, оң мен солын танитын жайға жетпей, ол балаға дінді уағыздап керек емес дейді.
Өйткені ол дінді дейді басқа жағына жұмсап жіберуі мүмкін дейді. Діннің өзін мысалы қарап тұрсаңыз, діни алауыздық дейді қазір. Біреулер оқиды да, мысалы діннің өзін оқиды да, жақсы жағына жұмсайды, біреулер жаман жағына жұмсайды. Сенің ата бабаларың салдасын қай елге бармас, мысалыға жай мысал келтірсек, араб еш уақытта қазақ бола алмайды. Қазақ еш уақытта да араб бола алмайды. Көрдіңіз бе, бұл жерде біздің діни алауыздық деп айтып жатқанда, діни алауыздық ештеңесі жоқ. Бұл жерде көрдіңіздер ме, сөздің тұғырымдық мағынасын, сөздің былай біз анау айтқанда ой тәпсірлер анау мынау деп айтады, сол сияқты бізде қазақ, өзіміздің қазақтың сөзін түсіне алмайтын сондай санамыздың түсіп кеткен сондай жағдайға жеттік та. Енді мынау жаңағы айтып өткен Тоқберген ағамызды соттаймыз деп, басқа деп, заң шығарамыз, заңмен қудалаушылық деп неше түрлі нәрселер айтып жатыр. Онда келгенде көрдіңіздер ме, бұл жерде қазаққа келіп тұрған зобалаң өзімізден болып тұр да, қасірет. Өз қазағымыз, өзіміздің салт дәстүріміз, өзіміз тілімізді балта шауып, өзіміздің тамырымызбен, тұтамымызбен өзімізді құрту ғой, тоқытерім келгенде. Оны бүкіл халық көріп отыр ғой. Ол халыққа анау да мынау да керек емес, өзінің салт дәстүріңмен жасап жатқан мына амалдарың, ертең күні Алланың алдында бәріміз сұра аламыз ғой. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде мына әкімшілік болсын, өкіметтің болсын, жоғары отырған лауазымдар болсын, түсінбей жатқан сол да өзінің ана тіліңмен, дініңмен ана тілің бар болса, тілің болса барсың, тілің болмаса жоқсың қазақ. Өштің деген сөз ғой. Салт дәстүрің болмаса бәрі бекер. Рушан дәде, сіз енді көптен бері осы ата жолында жүрсіз. Осы сөз сізге. Енді ата жолында жүргенде қазіргі күйде жасым 60-қа келді. Осы күйгеше бала кезімізден орысша білмесең, оқымасаң нансыз қаласың деп анамыз орысшаға берді. Орысша тәрбие оқыдық, институтта бәрін орысша бітірдік. Соның сыртында бірақ әкеден ерте қалған кейін анамыз бала кезімізден әр уақытта сыйлап тәрбиелеген. Жет шелпегін тастамай, Құран бағыштатып, кейінгі кезде осы қиналған кезінде Құдайды тек қана мешітпен молдалар ұстап тұрған кез сияқты, қиналсақ мешітке жүгіріп барамыз да, қалған жерде Құдайды да бәрі ұмытып кетеміз, тірлігімізбен жүре береміз. Содан 2004 жылы осы ата жол деген келді. Ата жол келген бәріміз осы халықпыз не түсінер-түсінбес ата жолына өстік. Сол кезде бірше тілімізді калимадан дәрітке үйреніп, осы жалпы өзіміз қазақы аста салт дәстүрімізден таныса бастадық, әулие араладық, одан жеңдік таптық, жолымыз ашыла бастады. Әп-әдемі келе жатып едік, 2008-9 бұл секті, бұл болмайды деп оны жауып тастады. Енді бастаған ісіміз бар, қаншама халық осы 80% десем де артық емес, тәубемізге келіп, тіліміз калима кетіп. Енді орта жолда қалып қалдық та, ол кезде енді болмайды, ата жолы сектіп жауып, содан жүріп қиналып, бірақ кейінгі кезде, ютубты ашқан кезде, енді жолымыз ашамыз, енді тарихатшыларды да оқыдық, жаңағы Масқашы, оның сыртынан жаңа Тоқтар деген болды, Тәңірші, оны оқыдық. Соның ішіне қарап отыр, осы Тоқберген Байтасовқа тоқтадық. Топ, қазір. Аха. Неге дейсіз бе? Біз енді жалпы осы Астанаға келгелі ата жолында 100 шақты адам басымыз бірігіп осы жер мәселесіне жерге арыз жазғанбыз. Бәріміз ауылдан келгенбіз жерге, сонымен ол арыз жаздық 2004-те, ол жерімізді аламады, оның сыртына 2014 жылы сол 10 шақты адам болып, соны қоғамдық бірлестік ұйымдастырдық. Заңды түрде қоғамдық бірлестік. Біздің президентіміз Раш Шұлтанова деген азаматша, соның директоры мен, Утелова Рауза, соның сыртына сол қоғамдық бірлестіктің рухани бөлімін мен өзім қолыма алдым. Рухани бөлімден қолыма алған кейін, сол рухани бөлімнен жұмыс жүргізе бастағанда, ютубтан бүкіл нені іздеген Тоқберген Байтасовтың жазған жазбалары, оның сыртынан жаңағы өрлеу, зікір кітаптары, сол бәрі біздің немізден сәйкес келді. Содан кейін сол кісінің алдына бардым. Аға деп алдыма бардым. Алдына барған кейін ол кісі айтты, президент рухани жаңғыруына сай болып тұр ғой. Иә, мен оны кеттім. Негізі 2017 жылы біздің елбасының рухани жаңғыру деген бағдарламасы шықты. Сол бағдарлама байланысты біздің жаңағы әділетті қолғабыс бірлестігінің бөлімі рухани сол бәрі сәйкес келіп отыр. Елбасының шығарған жарлығы бойынша біз енді жұмыс жүргізе бастағанда өзіміз қоғам атынан. Сол кезде Тоқберген Байтасовтың бүкіл жаңағы жазбасы мен кітаптары соған сәйкес келді. Бірде-бір ютубтан қаншамен іздегенде осы ағаның жазбалары мен кітаптары көрсеткен бағытты. Аға өзі Құдай деген адам, Құдайдың дегені ғана айтады. Қалған жерде ол кісінің ешқандай былайша айтқанда жол ғана көрсетуші. Біз енді сол жаңа халықпен жұмыс істегенде жаңа әр адам өзінің жолын ашқысы келеді, әр адам өзінің нан шайын тапқысы келеді. Сол кезде жаңағы ең бірінші әруақпен жаңағы біздің өте ата салт дәстүр бойынша жаңағы әруақтарға жалғану.
былайша айтқанда жер ана әруақта жағаны қағида, ата жолын әруақ жолын қағидасын ұстанған кезде ең бірінші мына жаңағы әр адам өзі былайша айтқанда садақамен ақталып жаңағы Құран қатым шығарады. Құран қатым шығарған кезінде адамның өзі ерекше бір аян түс алып жаңағыдай жалғанады. Сондықтан да бұл жерде мен ойлап отырмын, қазіргі кезде біздің ағам Тоқберген Байтас аға тек қана жол көрсетуші, айтушы, ол жерде мына жаңағы елдің берген садақасына, өкіметтің жалпы мына қызыл жалған қандай қатысы бар. Әр адам өзі үшін жаңағы садақасын беріп, жолын ашып, қаншамалары қазір жеке кәсіп меңгеріп жолдарын ашылып отыр. Сондықтан да айтайын дегенім, мына қазір енді біздің енді бағдарлама бойынша әулиелердің басын аралап, зират жасап, құрбан шалып, Құдайға былайша айтқанда жалбарыну, жалыну амалымыз. Оның сыртынан қазір халқымызда жазып келіп жатқан індетке қаншама осы ата салт дәстүріміз осы көмек өте мол. Ем, шипа. Карантинға қарсы шығатын бұл жерде ең бірінші осы әулие бастарын аралап, адамның бойысы тазарынып, жер анаға жалғанып. Яғни мына жер карантинге жабық тұр. Бұл өте қарсылық, ата салт дәстүрге қарсылық көрсетіп. Үкіметтің жалпы халық ата салт дәстүрімізге өзінің халқына көрсетіп отырған қарсылығы. Бұны қалай түсінуге болады, мен өзіміз де түсінбейміз. Неге дейсіз? Оның сыртынан мына ағамыз Тоқберген Байтасының бұл қандай себеппен ол кісіні осылай тергеу іс жүргізіп отыр, соны түсінбей отырмыз. Ол кісіні осы жалпы неге ол кісіне неге тергеу жұмыс жүргізеді, неге ол кісіге шектеу жасайды, неге ол кісі осындай зиратқа шам деген сол неге шектеу жасап ол кісіне жібермейді? Алауыздық тудырып жатыр дейді. Алауыздық тұрғызғанда мына мазхабшылармен сүнге мына біздің өзіміздің ата салт дәстүрінің айырмашылығы, мазхабшылар халықты сеніммен етсе, біздікі имандылыққа бет бұрады халықты. Имандылыққа өзімде солай бет бұрдым ғой, бір жет осы бұрыннан мешітке айтып отырмын ғой. Басымыз қиналғанда осы Құдайды молдамен мешіт қана ұстап тұрған мешітке барамыз, садақамызды ұстап, сонымен жегін дейтсе, одан ешқандай жегін жоқ. Ата жолына келіп, ең бірінші жүрегімізге тілімізді кәлима қылып, жүрегімізге иман ұялттық. Одан кейін онда да ашық-шашық жоқ. Содан кейін мына Тоқберген Байтас енді енді осы ата жолының қағидасы, салт дәстүрі бар, соны ұстанып, қазір мына қаншама жеңілдік тауып жолымызды ашып отыр. Енді соның сыртында осы Тоқберген Байтасты қудалау, ол жалпы біздің ата салт дәстүрімізді қудалау. Қалайша енді мен енді түсінбеймін, айтайын десем өз тамырымызды өзін шапқандай болып тұрмыз ғой. Былайша айтқанда енді өз тамырыңды өзің шауып, жалпы халыққа жасалып отырған қиянет.